Айтылес аппақ ақ қарба соқыр қарт, етектей сақалын балуан қолдарымен салалай тарап отыр еді. Күмістен құйғандай тұп-тұтас ақ сақалы кеудесін жауып, оқыңдар шулап, ах түф деп есіктен асыра түкіріп жібергенде, босағада отырған балалар селк етіп, ағузе, бисмилла, рәсіре, рәсіри, рәтүре, рәрире деп қоя берер едік. Жалпақ жаз, сай-салада сағым ойнаған саршаның тамызы, саясыз жайлаудың жан жануары көлге тығылып қана сая табады. Күннің көзінің өзі де күн ұзын көлге шомылып жанын сақтайтындай. Шалқыған шаңқай түс кезінде адамның көлеңкесі де саялауға жер таппай бауырына кіріп кетеді. Жалғыз-ақ жүні түспеген көпей тайыншаға ұқсап, қойшы шалдар ғана жалба-жұлба тері тонмен жабағы күпісін тастай алмайды. Қойшылардың өздері күнге күйіп, құрысып, кішірейіп, күпілері ғана өсіп бара жатқан сияқтанады. Самайынан сағал-сағал тері шұбырған тезекші әйелдер ғана алты қырдың астынан тезегін арқалап, әрең қалталап келе жатады. Біз көгендеген қозыға оқсап, мұрнымызды тарта түсіп, айтылес үйінде надан молдадан надандық оқып отырмыз. Келешекте құлдықтан бас тартпай, оң жағыңа ұрса сол жағыңды тосатын кеше адамдар әзірленіп жатырмыз. Ертемен төрт бұрышы жемірілген ескі тоқым сияқты иман шартымды қолтығыма қыстырып сабаққа келсем, балалар жиналған екен. Іркіт сабасындай іркілдеген молда мен саудагер Рамазанға соқыр айтылес ескі күндердің әңгімесін шертіп отыр. Тұт басқан әңгімені жанып-жанып, жаңартып, жалт-жұлт еткізеді. Көзден айырылған соң барлық жарықты көңілі мен құлағына жинаған қарт ескі күндерді тымақтай бұлғап, төңкеріп алады. Аттың құлағында ойнайтын жас кезіміз. 80-нің екісінде мекен, үшінде мекен, сол кезде жанай балуан қайраты қайтса да, болат жүрегі мойымаған кез еді. Даусы саңқылдап, шаңырақта ойнар еді. О кісі сөйлегенде, іргеде ғана отырып, ойымызға тоқи берер едік. Сол кісі айтады-ау. Баяғыда бала кезімізде жалпақ балуанға еріп, ергендіктің елін шабуға аттандық, дейді. Жалпақ балуан Балабидің батыры екен. Бір күні Балаби шақырып алып, уа жалпақ, ергенікті елімізді 2 рет шапты. Бірінде мен тоналдым, бірінде сен тоналып едің. Мен малымды бердім, сен жаныңды бердің. Жаныңды бергеніңе мен немене? 47-ні 40-қа матап беріп отырған қалыңдығыңды бергенсің. Білетін бедің, дейді. Ол кезде сен жас едің.
Дұшпаннан кек алу былай тұрсын, жауға өзің кездесіп қалып, астыңдағы тайыңды беріп әрең құтылған болатынсың. Қазір сен жалпақ балуан атандың. Ол кекті қалай ұмытып жүрсің, дейді. Ол кезде өзгеге шыдаса да, намысқа шыдаған ба? Жалпақ балуан ұшып тұра келіп, «Би, маңдайда бір қара таңбам бар екен, білмей жүр екенмін. Қалыңдық сенікі емес, басқаныкі деуші еді. Астымнан атымды алғанда 6 жаста едім. Жеңсем жауды алам, жеңілсем жауда қалам. Аттандым сәрсенбінің сәтінде», дейді де жүре береді жалпақ балуан. «Тоқта, батыр», деп бала би тоқтатыпты да былай депті: «Балуан, барарсың, елін де шабарсың. Бірақ қатын боп қалған қалыңдықтың қызығына түсіп кетпей, жер қайысқан қалың жылқыға да көзіңді саларсың», дейді. Сонымен сақадай сайланған 40 жігіт маңдайды батысқа қойып, төскейді зөңгіге ала тартып жөнелдік, дейді. Жалпақ жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, сыртынан қарағанда құйған пештей болып, оқ бойы алдымызда отырды. Астында сарғасқа аты бар. Шекіп тастап, оқтаудай ойнап, киіктей орғып келеді. Бөкен жұртқан ат өмірде зөңгілесе алмайды. 6 қонып 7-ге асқан күні қоңыр іңір кезеді. Осы бір тегін адам болмаған шығар. Түнейік осы молаға, деп жалпақ балуан атынан секіріп түсе қалды, дейді. Түстік. Айналасы 60 қадам. Үлкен қара мол екен. Маңдайында жазуы бар. Қырқымыздың бірде-біріміз қара танымайды екенбіз ғой. Жазуды айыра алмадық, дейді. Соны ойлағанда балалардың оқығанын іші мұнатып отырады. Үзеге шамасы келмесе де, болмасқа арам бауыздатпас па екен деп ойлаймын, деп Айтылес қарт бір күрсініп. «Құрт берші балаларға», дейді кемпіріне. Шақпақ шағып, тез тұтатып от жақтық. Қақтаулы қақпыштан 1-2 қаптық та, ер жастанып, тоқым төсеніп жаттық та қалдық. Үркер жамбасқа келіп, сұлу шолпан маңдайға таяғанда, жалпақ батыр атып тұра келіп: «Жігіттер, төс айылды, бос артқа айылды аямай тартындар. Күн найза бойы көтерілген кезде не қалың жауға, не қалың жылқыға кездесеміз. Менің тілегім болса, жауға кездесеміз. Бидің тілегі болса, жылқыға кездесеміз. Жылқыға да көзің сал деп еді. Әй, соның тілегі боларақ», деді, дейді. Батыр мұны неден болжады екен десек, сарғасқа ат құлағымен алысты нұсқап жер тарпып тұр екен. Тартып кеп кеттік, дейді. Қатып қалған саңдақтар ұршықтай ойнап, бөкендей бүлкектеп, жер сүзгілеп, ауыздықты қарш-қарш шайнайды. Күнде шаншқақтап найза бойы көтерілді. Ойды қырды алып жатқан қалың жылқыға біз де келіп кірдік, дейді. Жошыбайлап біз де жылқыға тестік. 2 салт жылқыдан сытылып, төскейге бет қойып тартып та берді. Қумадық, дейді. Жылқының бір шетін төңкеріп,
Қиқулап келе жатқанымызда ботагөз бір қыз тезек арқалап қосқа қарай жүгіріп келеді екен. Өн бойым ұйып қоя берді дейді. Астымда құлан тұяқ, қудай көк деген атым бар. Ол кездегі адам қудайды біле ме? Сыдыртып келіп қызды іліп алып, артыма мінгестіріп ағалдым. Екі қолым белбеуіме қыстыра тастап кете бердім. Шашын жайып, құлыншағымдаған шешесінің даусы ғана естіліп қалды. Ол дауыс маған шаққан масадай да білінген жоқ дейді. Әлден уақытта құрық үстіне құрық жаудырып, ну жылқыны иіріп, бетін түзеп, екі қырдың астына түстік ау. Сол кезде жалпақ балуан менің артымдағы қызды көріп, батырдың салғырт көңілі ауып кетті білем. Сауға, деді саңқ етіп, дейді. Сауғаңа жараса, не арманы бар? Ал батыр, дедім. Қатарласып келіп қыздың маңдайынан сипап, толқынды қара шаштарынан бір сүйді де жүре берді. Манадан оты өзегіме өтіп келе жатқан қыз содан кейін арқама жабысқан көлбақаға ұқсап сұп-суық болып сала берді дейді. Жылқының денін бөліп әкеттік ау деймін. Төңкеріліп айдатпай келеді. Анда-санда енесінің бауырында шұрқыраған құлынтай қақтығысып құлап та келеді. Жылқының жатқан жерінен жарты көз шыққан кезде артымыздан жұлындай болып бір қара көрінді. Аққан жұлдыз ба дерсің. Көзді ашып жұмғанша келіп араласып та қалды. Көпті көрген көне жылқышы екен. Басқамызға қарайламай тұп-тура жалпақ балуанның шылбырына орала түсіп, байды шапқаның шапқан, малды алғаның алған, жылқышының жалғыз қызын қайтесің батыр? Еркек десең өзімді әкет, қызымды қайтарып бер. Сорланасы аңырап қалды ғой. Тар құрсағын кеңейткен, тас емшегін жібіткен жалғыз еді. Деуі қалай? Батыр оны елең қылсын ба? Мырс етіп күледі де, қасында келе жатқан Кейкі деген жігітке иек қағады. Кейкі қандай албырт. Жылқышыны жалбағайдай жұлып алды да, айналдырып, лақтырып жіберді де, тобылғы торы бесті киіктей орғып, ойнап шыға берді. Екі-үш жігіт қуып беріп еді, қарайлатпады. Жылқышыны әкеп беріп, қайтайын деген немесе, құйрығын шаншып алып, бірақ тартты дейді. Артымдағы қыз еңіреп жіберді де, белімдегі білегін суырып алды. Алдыма алып, анықтап қарасам, мөлдіреген бота көзінен меруерт жасы барлап ақ кеткен екен. Адам баласының қызғалдақтай үлбіреген сұлуы бола береді екен. Қарысып қалған білегіммен құшақтауға аядым дейді. Жанайдың да қолы қатты кіседі. Тағы да қозы көшер кеттік. Жылқышы өлі ме, тірі ме, көңілімізде көлеңкеде қалған жоқ. Айғайға жылқы баласы қандай желігеді. Тасыр-тұсыр қырылып келеді. Бір мезгілде артқа қарасақ, тұйғындай түйіліп, жұлдыздай ағып, артымыздан бір қара тағы келіп қалған екен. Ау, тоссаңдаршы, дегенше болған жоқ. Орап алдымызға шықты. Тек ағараңдаған бірдемені ғана көріп қалдық.
Апатайым-ай, сорайдап келді ме? Деді артымдағы қыз. Астында манағы торбесті, әлгі жылқышының әйелі. Артымдағы қыздың анасы екен дейді. Қиқулап жылқының оң жағына бір, сол жағына бір шықты да, айналып барып алдына түсіп, оң жаққа қарай тарта кеп жөнелді, дейді. Жылқы да оның соңынан еріп, шығысқа қарай салуы қалай? Біз былай қайырамыз, жылқы олай қашады. Торы бесті маңайлатпайды. Найза суырып, сойыл сілтейтін жерге келтірмейді. Әлден неше рет жылқыны бұрып алдық. Жылқы бет-бетімен жарыла қашты. Құрық үстіне сойыл жаудырып, бұрмаласақ та болмады. Бір бүйірде жатқан өзеннің жалғыз есік кең аралына қалың жылқы келді де енді, дейді. Аралға енгесін қалың жылқы айдатпапты. Аралдың ортасында бір төбе бар екен. Әлгі әйел соған шығып алып, жаулығын бұлғап, бәрімізді шақырғаны бар емес пе? Шаншылып тастаймын ғой деп төніп келгенде, менің атым әйел, мына қыздың анасымын. Бәрің де анадан тудыңдар. Анамен алыспайды да, атыспайды да. Нең бар еді менің жалғызымда? Кел ботам өзіме. Дегенде қолымдағы қыздың қалай ыршып кеткенін білмеймін. Секіріп барып шешесінің мойнына асылды, дейді. Терімізге сыймай, қабағымыздан қан жауып тұрған бізде жұмысы да жоқ. Шешесі қызын, қызы шешесін жұбатып, өзді-өзі болды да қалды. Сол кезде манағы кейкі шыдамай кетіп, батыр, рұқсат берсең, екеуін екі тайға теңдеп алып жүрек. Қызы қатынға, шешесі отынға жарар, дейді. Жалпақ кейкіге қарап, алақандай көзін бір төңкерді де, жаным, сен неткен жансың? Сені қазақтың қатыны шығарда, өзімді батыры шығар деп ойлаймын. Жөніңді айтшы, дейді әйелге. Батыр, атыңнан түс, артыңнан қуып келетін ешкімде жоқ. Сен бұл елді шабуға келсең, бұл елде басқа бір елді шабуға кеткен. Асықпай-ақ айдап бар, жауабында асықпай берерсің, дейді әйел жалпақ балуанға. Содан кейін бәрімізде аттан түсіп, төбені айнала отырдық. Бұл қарғатынның қай шатпағын тыңдайын деп отыр деп, бәріміз жалпаққа ренжідік, дейді. Аздан соң әйел құшағындағы қызды босатады да сөзге кіріседі. Мен мына қыздың шешесімін. Қызым қазір 15-те, дәл қызымның жасында өзім де сергелденге ұшырап едім. Соның суық ызғары табанымнан, қара таңбасы маңдайымнан әлі кеткен жоқ. Елім дейтін елім бар дейсің бе? Сай сағалап, өзен жағалап жүретін 4 үйлі бір ауыл болыпты. Сол ауылда Сонар дегеннің қызы едім. Қай ел екенін білмеймін. Елсізде Тұғыр Балаби деген баласын сүндеттетіп, той істеп, ат жаптырғанда, бас бәйгеге құл бастаған 9, бас балуанға күң бастаған 9 тігіпті. Бәйгеге өз қызын берсін бе, айнала қыз іздепті. Әкем арбасын жөндеп, шешем көжесін қайнатып жатыр еді, 10 шақты салтатты сау ете түсті. Жігіттер жол болсын деп әкем жолай айтқанда, жол болмаса болмасын, қыз болсын деп, қосқа сүйеніп тұрған мені қағып алды да шауып кете берді. Ертеңінде шапқан ат, күрескен балуанның қызығы біткен жабулы нарға мінгізді де,
мені бәйгеге беріп жіберді. Күреске түсіп, мені бәйгесіне алған Байсары деген балуан екен. Еліне келгесін Құлтеке деген байына байлады. Құлтеке бай мені бір құлына атастырды да, екеумізді де сауынға салды. Онда көп жасағанда екінші аттың бәйгесіне тігіліп, алғашқы жолы бас бәйгеге тігілген екем. Осы өздерің шапқан Сары деген байдың қолына көштім. Маған атастырған құл бас бәйгеге тігіліп, басқа бір елге кетті. Сары байдың Қайрақ деген жылқышысы бар екен. Өміріңде босағаңда болайық, деп байдан сұрап, мені қатындыққа алды. Бірің жылқышы, бірің сауыншы болып жүре беріңдер, кейін босатармын деп еді. Сарыбай содан бері 15 жыл өтті. Байым бүгін өліп босанды. Өзім осы орталарыңда отырған. Күңдіктің ұзын құрығы сарт етіп қызыма түсе қалғасын. Соңдарыңнан қуып келіп тұрмын. Нағып қорықпай қуып келдің демеңдер. 15-імде өзім де тап осы қызымда едім. Сендердің қолдарыңда кетсе, енді 15 жылдан соң қызымда тап қазіргі мендей болмай ма? Мен үшін бұдан артық қорқынышта жоқ, қорлықта жоқ. Сол мені айдап әкелген. Берсеңдер тірі қайтам, бермесеңдер өлі алып қайтам дейді. Мына әйелді асап қоярдай боп тұрған жігіттер, құлағымыз салбырап, күмілчи беріппіз. Не сұрау, не жауап бере алмай, жерді шұқи бердік дейді. Әйел оны сезе қояды да, тең-теңімен деп 15 жыл отасқан байым еді. Сүйегін жолда көрдім. Білектің күшін, найзаның үшін. Не күші теңдеске, не иығы теңдеске жұмсаған жоқсыңдар. Жағаласқан жау емес, жалбарынған сор емес педі. Оның құнын қалай төлейсіңдер? Құлынға қосақтап, қызымды әкетіп барасыңдар. Бұларың да не ерлікке, не әділдікке жанаспайды. Ең мақтағанда еліңе бір күң апарып қосасыңдар. Қызым сендерге барса күң болады, өзіммен қалса тым болмағанда өз етегімде еркін еркелейді. Сондықтан қызымды алып қайтам, депті. Өмірінде әйелде мұндай сөз естімеген әумездер кейкі былай депті сонда. Әйел еркекке қатындыққа жаралған. Біздің далада одан басқа не бітіреді олар? Қызды сатып алсаң да қатын, тартып алсаң да қатын. Жігіттер мына қатынның сөзін қойдырып, өзінде ала жүрейік. Теретін тезек біздің елде де бар дейді. Манадан ойға көміліп, тұнжырап отырған жалпақ таудан құлағандай құлап отыр екен. Ұшып тұра келіп, сарғасқа атын әлге елге тоса берді де, өз бойымнан бер алатын айыбым осақ жеңгей. Ол құсынбай ала көр. Күңдіктен босағың келсе, мына жылқыдан қалағаныңша ал да, жердің шетіне дейін көше бер. Бірақ жер жүзінде күңдік пен құлдық жоқ, ел бар дегенді естігенім жоқ еді. Сондықтан өзіме еріңдер. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмаймын, дейді. Сонда әйел тұрып, ол жылқының қаншасы өздеріңе тиеді?
деп сұрайды батырдан. Кім біледі, біреуі де тимес, оны би біледі, дейді жалпақ балуан. Ендеше жылқыда ал деме, атыңды да берме. Саған ер алмаймын да. Сен де еліңе жеткенше ғана ерікті батырсың. Еліңе барғасын сен де еркіндіктен айырыласың. Не байдың, не бидің сойлы боп қаласың. Батыр балуанды көріп жүрміз ғой. Сені батыр деп жұмсайды да, мені қатын деп жұмсайды. Айырмасы осақ. Бірақ сенің еркің менікінен еркін болмайды. Солай емес пе, батыр, дейді әйел. Жалпақ тағы да мойнын салбыратып отырды да. Біз даланың ессіз есерлеріміз ғой. Көзге түрткенде ғана селкетеміз. Көзге түртпесе көрмейміз. Сен мен көзімнің оқырасын алып, шымылдығын аштың. Әлгінде ғана қызыңды сауғаға алып, кең өмірімнің аз ғана ойыншығы етермін деп ем. Енді одан қайттым, өз еркің өзімде. Өзімде тұрғанда, мен де бір адамға ерік берейін. Қыз сенікі. Желден де еркін өмір сүріңдер, дейді. Бейшараның боз көйлегі жырым-жырым. Қолдары қарғаның ұясындай қап-қара. Ерні қырық тілінген жарық-жарық. Бірақ түйілген қабағынан от жанған көзінен жаның шошырлық. Жалынған жоқ, сасқан жоқ. 40 жігітті билеп әкетті, дейді. Жалпақтың соңғы сөзін естуақ мұң екен. Бірі саратқа, бірі торбестіге мініп, екі әйел ойнап шыға берді. Бір кезде әйел сарғасқа атты қалт тоқтатып артына бұрылып, Керей деген ел көрсеңдер сәлем айт, жалпақ деген батыр көрсеңдер сәлем айт, деді де жөнеле берді. Әйелді аттандырған бойы тұра кеп тұрған жалпақ балуан гүрс етіп құлап түсті. Біз де сонда ғана есімізді жиыппыз. Айтып не керек? Жылқыда қалып, жалпақты сүйеп елге әрең жеткіздік, дейді. Шіркін, әйелдің де әйел екен, деп жанай балуан ылғи айтатын еді, деп айтылес қарт сақалын тағы бір салалап қоятын еді. Балалар манадан бері тынып қалғандарын енді ғана білгендей, рәсіра, рәсіри, рәтүре, рәрира деп қайта шулап кетер еді.